Тараз техника және бизнес колледжі математика пәнінің оқытушысы Сүлейменова. Бүгінгі өтілетін сабақтың тақырыбы функцияның өсу және кему белгілері. Оқу мақсаттары: функцияның аралықта өсуінің және кемуінің қажетті және жеткілікті шартын білу, функцияның өсу кему аралықтарын табу. Бағалау критерийлері: функцияның аралықта өсуінің немесе кемуінің қажетті және жеткілікті шартын біледі, функцияның өсу және кему аралықтарын табады. Жаңа сабаққа көшейік. Функцияның аралықта өсуінің немесе кемуінің қажетті және жеткілікті шарттары. Бірінші теорема: егер f(x) функциясы кейбір үздіксіз функцияның туындысы кейбір аралықта оң болса, яғни f(x) үлкен 0 болса, онда бұл аралықта функция өспелі. Екінші теорема: егер f(x) кейбір үздіксіз функциясының туындысы кейбір аралықта теріс болса, яғни f(x) кіші 0 болса, онда бұл аралықта функция кемиді. Сонымен, монотондық аралықтарды табудың алгоритмі мынадай. Функцияның анықталуысын табу, функцияның бірінші туындысын табу, кризистік нүктелерін тауып бірінші ретті туындының таңбасын зерттеу және жауабын кестеге жазу. Мысал қарастырайық. Функцияның монотондық аралықтарын табыңыз. y тең x куб минус 3x квадрат. Монотондық аралықтарды табу алгоритмі бойынша бірінші анықталу облысын табамыз, ол барлық нақты сандар жиыны. Екінші, оның бірінші ретті туындысын табамыз, ол 3x квадрат минус 6x тең. Үшінші, кризистік нүктесін табамыз, яғни туындыны нөлге теңестіріп, оның x1, x2 мәндерін табамыз. Бұл жағдайда бізде екі мән шықты: x тең 0 және x тең 2 мәндері. Енді бірінші ретті туындының таңбасын зерттейміз, ол үшін кесте құрамыз. X-тің мәндері мен шегістен 0-ге дейін, 0, 0-ден 2-ге дейін, 2 және 2-ден 8-ге дейінгі аралықтарды қарастырамыз. Бұл жағдайда кестеден көріп отырғандай, туынды бірінші аралықта оң, 0 санда 0-ге тең, 0 мен 2-ның арасында теріс болады, яғни кемімелі болады. Егер функция бірінші рет туындысы 0-ден кіші болса, онда бұл аралықта кемімелі болады. 2 нүктесінде 0 болады, ал 2-ден шексізге дейінгі аралықта функция өспелі болады. Ал y функциясының өзі минус 8 пен 0 аралығында өспелі, 0 мен 2 нүктесінің аралығында кемімелі және 2-ден шексіздік аралығында өспелі. Сонымен x-тің қабылдайтын мәндері минус 8-тен 0-ге дейін және 2 мен шексіздік аралығында функция өседі, 0 мен 2 аралығында функция кемиді. Назарларыңызға рахмет.